Сәлем достар, барлықтарыңызды көруге қуаныштымын осы марафонда. Бұл марафон 3 күн бойы болмақ. Біз түрлі тақырыптарды қарастыратын боламыз, бірақ ең бастысы біз сөздер жаттауды, сөздерді қалай есте сақтауға болады, осы жағынан назар аударамыз. Алдымен өздеріңізге сұрақ қойыңыздаршы. Сіздер ағылшын тілін үйрену мүмкін деп ойлайсыздар ма? Ағылшын тілін үйренудің мақсаттары қандай? Оңай жолдары бар ма? Алдымен осы сұрақтарға жауап берейікші. Көп адамдар ағылшын тілін жай ғана бастап, бір уақыттан кейін тоқтатып жатады. Мұның себептері де өте көп. Мысалы, көп адам өзінің күші шектеулі болып жатады, болмаса уақыт жеткілікті бөлмейді. Ал сіздің жағдайыңызда қандай проблемалар көп болған? Болмаса, сіз егер осы уақытқа дейін оқымаған болсаңыз, үлкен бір мақсат қойыңыз. Егер сіздің мақсатыңыз болмаса, онда ойлап табыңыз. Ойлап тапқан соң соны жазып қойыңыз. Егер дәптер арнаған болсаңыз, сол дәптерге жазып қойыңыз. Сіздің қандай мақсатыңыз бар? Сіз қандай жоспармен оқып жатсыз? Және де осы уақыттан бастап, сол мақсатты әрдайым есте ұстаңыз. Жаңа айтып кеткеніміздей, көп адамдар өздеріне мақсат нақты қоймай, өздерін осы ағылшын тілін оқуды бастап жатады. Егер сіз қазір оқуды бастаған болсаңыз, ең бірінші мақсат қойыңыз. Бір айда, 2 айда, 6 айда қандай мақсатқа жеткіңіз келеді? Сіз қалай оқисыз? Күніге ма, әлде аптасына 3 рет пе, 4 рет пе? Және де есте сақтайық, достар, ең бастысы ағылшын тілі ол постоянство. Постоянство дегеніміз ол күнделікті уақыт бөлу. Алдымен, достар, біз психология жағынан тоқталып кетейікші. Ағылшын тілін үйренуде көп адамдарда қорқыныш бар. Яғни, мен сөйлей алмай қаламын, бұл мен үшін емес, болмаса тағы да басқа көптеген себептер туып жатады. Ал сіздің жолыңызда қандай қорқыныштар бар? Соны жазып қойыңызшы. Сіздерге тапсырма. Дәл қазір видеоны паузаға қойып, болмаса өшіріп, сіздер қазір 50 список жазасыздар. 50 пункт болу керек ол жерде. Ағылшын тілін үйренудегі, былайша айтқанда, польза, выгодасы қандай? Яғни, ағылшын үйренетін болсаңыз, сіз қандай мақсаттарға қол жеткізе аласыз? Соны жазып қойыңыз. Мысалы, ағылшын тілі ол шетелге қыдыра алу. Ағылшын тілі ол кез келген мақаланы, болмаса кітапты өзінің ана тілінде, ағылшын тілінде оқи алу. Сол сияқты 50 пункт жазып шығасыздар, үй тапсырмасын группаға жібересіздер. Осы тапсырманы орындайық.